Статистика комитетінің мәліметінше, Қазақстанда 2019 жылдың маусымында 438 мың заңды тұлға және 1 миллион 160 мың жеке кәсіпкер тіркелген. 2050 жылға қарай үкімет Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 50%-ын шағын және орта бизнес құрайтынын жоспарлап отыр. Осы міндетті іске асыру үшін несие берудің жеңілдікті бағдарламалары жасалды. Атап айтқанда, қарапайым заттар экономикасы, бизнестің жол картасы 2020, даму қорының және Қазагро холдингінің бағдарламалары, еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы. Осы бағдарламаларға қатысуға өтінім берер алдында кәсіпкер құжаттар пакетін жинап, белгілі бір талаптарға жауап беруі тиіс. Бүгінгі сабақта осы сұрақтарды қарастыратын боламыз. Нақты қандай құжаттарды жинау керектігін білу үшін әлбетте қаржы институтына барыңыз немесе қоңырау шалып біліңіз. Несие маманы өтінім берудің жолдарын егжей-тегжейлі түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ ең қолайлы және тиімді несиелік өнімді көрсетеді. Әр қаржы институтының өз талаптары бар, бірақ барлығында ең төменгі құжаттар пакеті бірдей. Енді бұл қандай құжаттар екенін қарастырайық. Бірінші құжат – бұл несие алуға өтініш. Әдетте қаржы институтының үлгісі бойынша толтырылады. Өтініште компания туралы мәліметтер, компания өкілінің деректері және несие туралы жалпы ақпарат көрсетіледі. Екінші құжат – бірінші несиелік бюродан есеп алуға келісім. Келісімде компанияның толық атауы, орналасқан жері, талонның тіркеу нөмірі не мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, бизнес сәйкестендіру нөмірі не жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бұл құжатпен кәсіпкер өзінің қаржылық міндеттемелері туралы ақпарат бірінші кредиттік бюроға берілуі немесе қажет болған жағдайда сол жерден сұратылуы мүмкін екендігін растайды. Үшінші тармақ – құрылтай құжаттарының пакеті. Бұл мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, жеке куәлік, егер сізде жауапкершілігі шектеулі серіктестік болса, лицензия және патент, жарғы, құрылтай шарты және бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық қажет болады. Төртінші құжат – соңғы 3 кезеңдегі қаржылық деректер. Бұл сіздің компанияңыздың қаржылық жағдайын көрсететін құжаттар. Егер сіз жұмыс істеп тұрған кәсіпкер болсаңыз, олар қажет болады. Бесінші құжат – бизнес жоспар. Жаңадан бастап жүрген кәсіпкер бизнес жоспарды өз бетінше әзірлей алады. Мысалы, даму қорының сайтында көптеген типтік дайын бизнес жоспарлар салынған. Бастау бизнес жобасы бойынша оқыту аясында бұл құжатты бизнес жаттықтырушы құруға көмектеседі. Бұдан басқа кәсіпкерлер палатасының өңірлік филиалдарында әрбір кәсіпкердің бір бизнес жоспар бойынша тегін көмекке жүгінуге мүмкіндігі бар. Алтыншы – кепілдік мүлікке құжаттар. Кез келген несие кепілмен қамтамасыз етуді талап етеді. Сондықтан қаржы институтына сіздің үйіңізге құқық белгілейтін құжаттарды немесе сіз кепілге қойғыңыз келетін кез келген басқа жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті көрсету керек. Кепілмен қамтамасыз ету жетіспеген жағдайда ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің несие сомасының 85%-на дейінгі мөлшерде қаржылық қолдау қоры кепілдігін алу мүмкіндігі бар. Кепілді қамтамасыз ету туралы толығырақ нөмірі 48-ші сабақта. Дегенмен де, қаржы институты сізден біз атап өтпеген басқа да құжаттарды көрсетуіңізді талап етуге құқылы. Осы деректердің негізінде несие маманы сараптамалық қорытынды жасайды. Бұдан әрі өтінім несие комитетімен қаралады. Егер сіз ұқыпты және ақпейілді адам болсаңыз, сізде барлық құжаттар түгел болса, онда оларды жинау тез әрі оңай болады. Несие мамандарының айтуынша, қате немесе мерзімі өткен құжаттарды қайта жасауға көп уақыт кетеді. Сондықтан олардың өзектілігі мен дұрыстығын қадағалаңыз. Мысалы, егер бұл үй немесе учаске болса, онда техпаспорт жаңа үлгіде болуы тиіс. Жеке куәлік және тағы басқа құжаттардың мерзімі өтіп кетпеген болуы керек. Әрбір қаржы институты өтінімді өздеріне тиесілі мерзімде қарайды, бірақ барлық құжаттар бастапқыда ретті болса, онда 30 күнді құрайтын мерзімде қаралады. Сейчас холдинг Қазагро активно работает над тем, чтобы оптимизировать кредитные продукты наших дочерних компаний, чтобы они были более транспарентны, чтобы они
они выдавались в более короткие периоды, чтобы снизить уровень бюрократизма при рассмотрении заявки. То есть мы стремимся к тому, чтобы фермер мог как можно быстрее получить кредит с меньшей проволочкой, и чтобы этот процесс был для него прозрачен, транспарентен и понятен. Поэтому мы работаем над тем, чтобы постепенно оптимизировать количество этих кредитных программ, чтобы у фермера было возможность лучше выбрать, провести необходимую цифровизацию, чтобы можно было онлайн подавать заявки, прослеживать и получать финансирование. А по мелким кредитам, небольшим, мы проводим работу к тому, чтобы решение о них, об одобрении этой заявки принималось в короткие сроки, вплоть до 3 часов. Қаржы институтының мамандары сіздің деректеріңіздің дұрыстығын, сотталғандығын, айыппұлдарды, борыштарды, туыстарды және тіпті кей кезде әлеуметтік желілерді тексереді. Егер сіз қате мәліметтер берген болсаңыз, сізде тым көп қарыздық жүктеме бар болса, немесе сіз қылмыс жасаған болсаңыз, несие берілмеуі мүмкін. Қарыз алу кезінде маңызды қағидалардың бірі несие тарихы. Несие тарихы бұл қандай банктерге немесе басқа қаржылық ұйымдарға бір кездері несие алуға жүгінгендігіңізді көрсететін құжат. Құжатта несие күні, сомасы, сондай-ақ төлемдер бойынша кешіктірулер бар жоғы көрсетіледі. Несие тарихын ЕГОВ, бірінші несие бюросы және мемлекеттік кредиттік бюро сайттарынан алуға болады. Что вот кредитная история, да, дает вот, в моем понимании? Во-первых, понимание в первую очередь с той суммой, брал ли он такую сумму или не брал. То есть если он условно берет, всегда брал там, условно, там, 5-10 миллионов тенге, да, в финансовом институте, причем недавно, а тебе приходит сразу 300-400 миллионов тенге, понятно, что это большой риск в целом, особенно если это стартап-бизнес, да, то есть с какой суммой он работал. Потому что это тоже важно понимать. Ну, одно дело, когда у тебя словно есть 5 голов скота, а другое тебе, когда ты покупаешь 300 голов скота. Это совершенно другие масштабы бизнеса. Несие тарихына кірген деректердің барлығын жою мүмкін емес. Егер сіз несиеге телефон алып, ол үшін 2 ай төлемеген болсаңыз, бұл тарихта көрсетіледі. Несие тарихын жақсартудың жалғыз жолы адал төлеуші болу және қарыздарды уақытында өтеу. Сонда қаржы институты несие бойынша оң шешім қабылдауы мүмкін. Қорытындылайық. Несие алмастан бұрын барлық құжаттарыңызды ретке келтіріңіз. Бұл өтінімді қарау үдерісін тездетеді. Құжаттардың бірі бизнес жоспарды сіз бастау бизнес жобасы бойынша оқыту барысында, егер сіз оның қатысушысы болсаңыз әрине, құрастыра аласыз. Несие тәртібін сақтаңыздар. Әрдайым несие бойынша төлемдерді уақытлы төлеңіз, мерзімін өткізіп алмаңыз. Әйтпесе бұл сіздің несие тарихыңызда мәңгі қалады. Сіздерге несие бойынша оң шешім және табыс тілеймін.